Ассалаумағалейкум, еміздеген қазақ жұртым. Барлығыңызға мықты денсаулық тілеймін, біріншіден. Екіншіден, мынау менің семьямда болып өткен кішкентай Алланың берген сынағы болған еді, осы жолдасыма. Сол өнімді ішіп, нәтижесі кішкентай болған соң, соны айтып өтуді жөн көрдік, соны айтып берейін. 2013 жылы жолдасын іштен ісік шықты. Ол ісік қуықтың бір жағына жармасты, екінші жағы тоқшекке жармасты, үшінші матке жармасқан. Ошым ішті алған 14 сантиметрден үлкендеу болды жаңа ісіктің размері. Сонан онкологический больницада оны хирургтер кесіп алып тастады. Алып тастағанды оны толық алып тастай алмады, өйткені қуыққа жармасқан ісікті толық ала алмайды екен. Оны қырнап қана алды. Тоқшектікен де солай болды. Тоқшектің бірақ ішіне өтпеген еді ол ісік, сыртынан жармасқан. Алып тастады да 6 рет химия берді бізге. 6 рет химия алып болған соң, ол жердегі хирургтердің айтқаны, бұл бәрібір қайталап өсуі мүмкін, и тоқшектің ішіне өтіп кетуі де мүмкін деді. Сонан 6 химияны алып болған соң, біз 3 ай сайын ОЗИ-ден өтіп тұрдық. Сол 1 жыл өткеннен кейін жаңа ісік қайталап пайда болды. Сонан ол менде ой пайда болды, басқа емді іздеп көрсем бе деген. Сонан осы интернеттен іздеп жатыр, осы Салтанат ханымды тауып алып, Салтанат ханыммен таныстым. Сонан жаңағы кеңес алу үшін Данияр мырзаға жолықтырды мені. Сонан ол кісі де жаңағы тәуекел етіп көруге болады деді. Мені сондай жақсы жолға жетеледі. Сонан мен өнімді алдым. Ол өнімді алып болғаннан кейін бермес бұрын онкологиялық жаңағы хирургтерге де ақылдастым. Олар мен осыны берсем бола ма, қалай болады деп. Енді өз еркіңіз деді. Бірақ барлық несі неге тіреледі деді, операциясыз болмайды деді оны. Тағы өсіп кетті ғой енді ісіккен. Сонан мен жаңағы абының екеуін алдым, йодин херттің біреуін алдым. Сонан 5 ай қайталадым. 5 ай, 2 ай жаңағы йодин херт іштім, екінші айдан